Bir adiyem siz kurban etsen aşınızlar aşın. Bereketine. Adiyem ne kızlarga karab. Al kadırla Mineki Şimorgan mektebinden, Abray Altın Saat mektebinden mineki tülep uçkan tülektör mineki 30 yıldı salıp köpten kütken mineki 30 yıllık merekenin küvesi bolup oturmuz. Mineki sağınış toylarınız, sağınıp jetken toylarınız. Mineki biriniz bir üydün yegesi, biriniz bir üydün şegesi bolup mineki keremet miramxonada bas kosup oturusuzlar. Merekeleriniz kutlu bolsun dep bir koşamet sağ. Al endi bir adiyeme avözde anmenen hurmetleringizge bir keremet bi bolat, bir adiyeme bilik bir avözde önümenen bilip dasturxonga joylasa. Al bereket bolsun. Buna Şulxanın eng şahsın tulpar deydi. Qustun eng şahsın sunqar deydi. Azamattın eng şahsın sultan deydi ağay. Sultanday bolup turgan meke. Jemsi ağamdan bir aqtayıp taqtarıp tındaydı ağay. Al qani. Al tındayız. Allah sağlıcakla rahmet, sözler, hürmetlep, koşulmetlep, hizmetlerimizge rahmet. Aytayın degen, жаңа A klas, B klas, Orus klas dep, Ufadan neden bastayımıza varsızlar. O durus, bırak. Bu biz bölünmegeniz, bölünmeyimiz de, Kuda kalasa menin aytayın dep otkanım, 1 yıl, emes 10 yıl, 30 yıl жасарып қалғанда өтіміз бар. Қыздарымызды, класстас жолдастарымызды көріп, бізге бір үлкен бір қанибет болып тұрды. Құдай қаласа, 30 жылдық әні дегенше өтіп кетті. Біздің Абырай Алтынсарин атындағы мектептің директорымыз Қойлыбай ағай, Қыдырбай ағай бейшара, Райхан ағай бейшара, Ғали апай бейшара біздерді оқытып, осынша дәрежеге жеткізіп, 30 жыл осы 30 жылдықтың себепкері сол ұстаздарымыздың арқасы деп отырмыз. Мына араларымызда осы балдарымыз бар, класстастарымыз бар, қыздарымыз бар. Ат салысып, осы спонсор қылған жігіттер, қыздарымыз бар осы жерде. Осыны ұйымдастырып, осынша адамның басын қосып, сіздерге үлкен рахмет, рахметіміз шексіз. Сол қыздар, балдарға, барлықтарымызға. Құдай қаласа 30 жылдан кейін 40 жыл, 50 жыл, 100 жыл кездесе білейік. Барлықтарымызға деннің саулығын, мына дастарханның байлығын, үйлеріңізде тек шаңырақтарыңызда ойын күлкі болсын. Құдай қаласа жақсылықтан тек арылмаңыздар. Мына отырған жора жолдастарымыз Құдай қаласа қай жерде болса да аман болсын. Бұл жақта біз аман болайық. Мынау ары қарай құда жекжат болып кете берейік. Бұл жерде жаңа айтып отыр ғой, Армарал біздің класстас қыз іздеп келдім деп. Қыздарымыз болса, ол құда болып кетеді келешек. Құда қаласа мынау өте қуаныштымыз. Мына біздің осы ұйымдастырып, осы тойды басқарып жүрген мынау Айдар, Борис, Нұрлан, Нұржан, Гүлжан, Гүлмира, тақта Гүлмира, қарамай ма Гүлмира? Бір қол көтеріп қойсаңдаршы. Мынау осы біздің сыныптастардың 30 жылдығын ұйымдастырып, соған ат салысқан жігіттер, спонсорлар осы біздің. Құдайға шүкір осы бәріміздің басымызды қосып, осындай той беріп отқан сол кісілерге де арнайы рахмет. Енді не деймін, мына барлықтарыңызға денсаулық, мына үйлеріңізде той көріңіздер, мына тойыңыз тойға жалғасын, Құдай қаласа тек тойда кездесейік. Сол үшін 100 грамм ұрыңыздар, қыздар, балдар сөйтетіндер, келіңіздер. Ханымға берейік. Мен нағашымның қызы ғой. Оразгелдің аруы, Катышудай қаруы дейді ағай. Білмеймін, қауам еді, евам еді. Әйтеуір қыз дегеннің көп әдемі. Десе де қысық көзді Қытай қыздан Оразгелдінің қыздары ең әдемі. Ал тілек тұқтайын. Рахмет, кеш жарық құрметті бастастар, құрдастар. Мереке құтты болсын. Бүгін мереке ғой, үлкен мереке. 30 жылдан бері бір-біріміздің көріне бір жігіттің жасы ғой, бәріміз оразғар болып, үйлі жайлы болып. Құдымыз мерекеміз құтты болсын, өмір жасымыз ұзақ болсын, деніміз сау болсын. Жылда өстіп мерекеге жете берейік. Бала шағамыз аман болсын, отбасымыз аман болсын.
деніңіз сау болсын, құда жат бола берейік. Біз де жігіт қыз деп келдік. Рахмет, бәрекелді қанекей. Тілекті арқары жалғастырайық қанекей. Тағы бір тілек болсын қыздардан. Келіңіз қанекей. Жетсай мақтар алғарасын деп. Ал айналайын 10 жыл бірге оқыған сыныптастарым. Не деймін? Бірінші байлық денсаулық дейді ғой, денлеріңіз сау болсын. Міне 30 жылдан бері енді көрмегендеріміз бар, көріп жатырмын, өте қуаныштымын. Танымай да жатырмыз. Не деймін, өзім толықтым. Тамақты ғой, бірінші рет көрдім 30 жылдан бері. Иә, денсаулық болсын. Осы нені мерекемізді ұйымдастырған қыз жігіттерге үлкен рахметімді айтамын. Денлеріңіз сау болсын, төрт көзіңіз түгел, аман есен, енді 50 жылдыққа да жете берейік. Бәрекелді, рахмет. Тура 80-дің шоғында Катюшаның оғындай болып кетті ғой тілек, а? Қошеметті қол жоқ қойыңыздар. Енді бұлай болсын, тілектің енді мінекей әдемі мазмұнда маңызды айтайық қадірлапайын. Қанекей тағы да бір жігіттерден. Кімнен? Үсөпен қайда? Үсөр ағамыз. Құрметті кластастар, бәріміз шын жүректен қуанышпен жиналып отырмыз. 30 жылдық дейді. Құдай қаласа жылдықтан нәсіп етсін. Осында жеңісті айтып кетті ғой. Осы арасында қызметтік ұйымдастырылған жігіт қыздарға рахмет. Бір-біріміз кейде танымай да жатырмыз да, негізі танимыз, артынан қалғасын дегендей. Сол үшін сіздерден және бір өтініш бар мына жерде. Қыздар, жігіттер бәріміз бір ауылда туып өстік қой. Мына столда жеке-жеке отырып қалдық та, сол қазір мүмкіншілік болса араласып, бір-бірімізбен амандасып, танысып, сұрасып, сөйтіп отырсақ деген не бар. Барлықтарыңызға саулық тілеймін. Қуаныш осындай бола берсін, жалғаса берсін. Рахмет. Табысы міне, мен танымайтындарымыз бар деп жатыр. Бір арасында бір таныстырып өткізіп жібереміз Үсеке. Құда қаласа ұсыныс қыламыз. Енді міне тағы бір тілекте 90 ауыз сөзді тобықтай түйіндейік мінекей. 20-дан 2-еу, 30-дан 3-еу, 40-дан 4-еу, 50-ден 5-еу сөйлесең әдемі болады ғой бұл той дегенің ағайын. Сондықтан енді 90 ауыз тобықтай түйіндейік та. Кел, Жәкеу мінекей. Арнайы бүгінгі қуанышқа жақсы бір арқа-жарқа тілегін арнайын деп, сонау ел асып, бел асып беріп жатыр, бір керемет тілегін тыңдайын. Құрметті кластастар, Нұрсұлтан 30 жылдық болсын. Дендерің сау болсын, тойларда кездеседі, қырғыздар елі. Сөзімізді жоқ, жеңіс айтып кетті ғой. Келмесі керек те келешек. Рахмет, Жүсіп ағамыздың тілек ниетіне риза болдым мен. Қысқадан нұсқада, мені той істесем осы ағам шақырам осындай тойға. Осындай айту керек қой тілектер. Енді мына қадірлі меймандар болса да баршамыз тілек арнағымыз келіп жатыр. Тілек айтқымыз да келіп жатыр. Баршамыз билегіміз де келіп жатыр. Енді мінекей тілекке қосыламыз ба, өкпеленіш болмай ма? Қосыламыз ба? Риза енді. Мына қадірлаған жылқының жақсысы, сайрамда қыздың жақсысы найманда дейді ғой. Бәрі, келіңіз енді, мен әпшем қойым, айтыңыз осы болды. Кластастар бәрін көргенде қуаныштымын. Бәрі жүзіп күліп ойнап бүгін жүре берейін. Бәрі қуаныштым, бастай айтасың болып. Бәрі, елде қуаныш, бәрінен бұрын осы Лаура әпшем қуанып жүрген ғой. Бәрекелді, қуаныштарыңызға серікпіз. Енді қадірлі ағайын тілекті баршаңыз арқа-жарқа болып жүректен ақтарып айтқыңыз келіп ақ тұр енді. Мінекей тілекті мінекей Балтабай ағама да берсем болады, маған нағашы деп. Мінекей бере берсем болады, Сапекеңе бере берсем де болады, Бәкеңе де берсем болады мінекей. Рахмет енді мінекей, баршаңыз енді бөтен адам емессіздер ғой. Мен де сол шұңқырғаным тумасымын. Өздеріңіздің өкшелеріңізді басып, өздеріңіздің іздеріңізді басып келе жатқан біздер сол түлектердің біріміз. Енді мінекей 90 ауыз тобықтап түйіндеп, таға меймандар тілекке қосылсын. Міне қазіргі таңда дейді да қоғамда
қазіргі қоғамда ақшаға үй сатып алуға болады екен, ақшаға. Бірақ сіздердей сыныптастарды ақшаға сатып ала алмайды екенсің. Керек десең, ағайын, мынандай мейрамхана, мынандай тойхананы ақшаға сатып алуға болады екен. Бірақ сіздердей сыныптастарды ақшаға сатып ала алмайды екенсің. Ағайын, керек десең, кітапты да сатып алуға болады екен, бірақ білімді сатып ала алмайды екенсің. Мінекей ақшаға дәрі-дәрмекті сатып алуға болады екен, бірақ денсаулық сатып ала алмайды екенсің. Өмірдің баға жетпес байлығы денсаулық екен. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Сіздерге жаман ойлағандар қор болсын. Үйлеріңізде той болсын. Сол тойдың іштерінен асабабаны күлермейді деп қойшы. Бәрекелді. Келесі керемет өнер көрсеткен Қарахат Қыдырәлі. Неге шапалақтар. Ал келесі керемет жимидің керемет әуезді әніменен қазақша переводтан айтқан әншілер. Қошеметтер қойыңыздар. Бір-бірінен асып түсіп жатыр ғой. Бір-бірінен асып түсіп жатыр. Не деген өнер. Енді бұлай болсын. Мына керемет бір-бірінен асып, бірінші орын, екінші орын, үшінші орын демей қояйын мен. Осы арада да міне достық жетті деген ниетпенен достар деген әнді айтамыз. Достар. Біз енді 10 араға жазып қойғанбыз. Керемет достар. Баршаңыз бірге айтайық ағайын. Достық жерді ағайын. Жақсы қонақ билеп келеттік. Бүгінгі қуанышымызға келіп жеткен, бүгінгі 30 жылдық кездесу кешіне арнайы келіп жеткен біз сыныбының барша сыныптастарына бір қошеметтеп қойыңыздар жаңа. Рахмет. Міне қадірлі қыздардан бастайын ба? Гүлзира ханым ба? Бәрекелді. Гүлзира ханымға бір сөздің кезегін берейік. Тал бойында мені жоқ қара шашты, қас қабағы жарасқан әдемі қасын деп тілектің төресін Гүлзира ханым басындар. Қошеметтеп қойсаға. Жаңа тамам етіпті. Шыңғырған туралы әңгіме болсын деп қыздар, балалар, сәл бір минут тыңдаңдар да. Мен мынаны айтқым келеді. Біз Ленин көшеде тұрған
Biz Nurjan, Davlet, kim var? Bibigül var. Men barman. Xudra deganlar var. Bilesizmi? Xudra deganlar var. Xudra deganlar. 7 qizi var bu uyda. Hal kuz saat 3 kun ıslık. Biz yapmaymiz. Biz Nurjan, Davlet barmiz. Ketka oynaymiz. Biz çika oynaymiz. Konfetni qog'ozni qo'ymaymiz. Ba'zidan konfetni qog'ozni ben jinob olamiz da limonadni chikasini olamiz da chika o'ynaymiz. Hozir barman nachada o'tirib barman adam 10 yilga, 20 yilga jasaradi. Endi balalik chog'imiz. Uyga privatisiyaga kelsam, privatisiyaga kelib suratchi bor, sen to'xtab tur-da. Uyga privatisiyaga kelgan кезде na kelajekdan ular bilmaydi qo'y, ballar. Senlar bilasizlar, bo'lganda o'zim deb senlar durustmi? Bәріміз сондай тұрғанбыз, біз чика ойнадық, біз кетка ойнадық. Шын болғанда, ол еді, біз балалық шағымыз сонымен өткен, сонымен қызық еді. Бір көшеде үйге пригласительный қағаз келген кезде шақырып алып кетіп, біздің 10 жылдығымызға шақырып қала беріп, көп ойларсыз ғой. Мама қайықтың 10 жылдық, 30 жылдыққа шақырып алып осы дейді да. Мен есімі шықпедім, 30 жыл болды. Мен бар оям, мына Дәулет, мен мысалы үшін Айдар бар оям, туған бауырым болғанмен балалық шағым Дәулетпен Нұржанмен бірге өткенде мені. Екеуімен ойнағам. Дәулетпен Нұржан екеуіне жақындасам. Бір ағаңды көргендей болып, бір төркініңді көргендей болып, қалатын балдарда бұл жігіттер енді. Бірақ ешкімді бөле жармаймын. Нанда барлығымызға қиын заманда осындай отырыс ұйымдастырып, жер-жерде балдарды, қыздарды шақырып, ат салысып жүрген балдар, қыздар бар жүрген. Молодцы, рахмет. Мына жерде бар ғой, кездескен екен біледі оны. Мен де күйеуімнің елінде 30 жылдық отырысына барып едім. Мен үшін қыз болған жоқ, бардым, отырдым, қайттым. Менің өзімнің отырысым. Мен өзімнің кластастардың 30 жылдық отырысы бар, күнжан. Мен өзіме қызық бұл. Өзіме рахат, көрмін, иә. Просто рахмет демекшімін. Қаласы бәріміздің деніміз сау болсын. Өстіп, күліп ойнап, араласайық бір-бірімізбен. Қуанышымызда кездесейік бір-бірімізбен. Даже біреулерін танымай қалатырмыз, бұнамдай жиі көрсейік, аманшылық болсын. Бақыттарын келін алып, қыз ұзатып, әжептеуірі біраз содан асып қалдыңдар ғой. Құдай бір-біріміздің қуанышымызға ортақ болайық, барайық, келейік демекшімін, көп сөйлеп демеді. Мен толқып жатырмын, мен қуанып жатырмын қазақстанның бәрін көріп. Мен мұғаліммін демекшімін енді. Бірақ енді сондай ойымды бәрі жақсы, өте рахмет, балдарым, қыздар, рахмет сендерге. Осыны ұйымдастырып, ат салған жігіттерге бақытты болыңдар балықтар. Осылай айту керек тілекті. Ал қарағайын, біріміздің айтқанымызды екіншіміз қайталап айта береміз ғой. Енді мінекей қадірлағайын, мінекей тілектерді, ниеттерді жалғастыра берейік. Қыздарға берейін ба? Керемет жаңа өлең айтқан, ән айтқан, бүгінгі қуанышқа Тұттабай бар, Бибігүл ханым, солай ма? Бәрекелді. Бүгінгі мінекей қуанышқан ән шашылымен келген екен. Бір ниетін, тілегін тыңдап, бір қошеметті қол соғып қойыңыздар. Құрметті мынау 88 жылғы түлектері. Борис! Именно саған арнап айтам, мен мына өлең жаздым, 30 жыл арнап. Тыңдап. Шымырғанда сен ғана қалып өткені. Шымырған деген сөзді естігенде, бір сезім дір етеді жүрегімде. Сағынышты балалық шақ өтті сенде, сан қилы қызықтарым әлесімде. Шымқорған дарам едің сен әлемде, тұрғындарым сағынады әлі күнге. Бір-бірімен кездесіп тілдескенде, сыйластықтар байқалады сөздерінде. Одноклассник интернеттің парағында, жер-жерде жүр тұрғындарын қарағында. Шымбылған соншалықты киелімен, топырағын жібермей ме әлі күнге. Әлемдің әр бұрышта маман болып, сол түлектер қызметке жетпеді ме? Басқарған сол мектепте бір кісі бар, деген сөзді естігенде бәрі оған. Қалметов Қойлыбайдай ұстаз еді, бар балаға қамқоршы болған өзі. Шымқорған, сенде өскен түлектерім, сағынып бас қосады іздеп бүгін. 30
құрдастар. Енді бұл менің жазғанына әнім сол 90 жылдыққа арналады. Қабыл алыңыздар. Азаматтар бастаған, көпшілік оны қоштаған. Болмақшы екен бір тойым, туған жер анашым бұрған. Болсақ та сенен шалғайда, сезімді адам бойлай ма? Өзіңе деген сағыныш кездестірмей қоймай ма? Өтсе дағы 90 жыл, архивті іздеп жастар жүр. Түп тамырын тарихын білгісі келеді бәрібір. Өткен сонау жақсылар, депутаттар, басшылар, Шымқорғаннан шықпады ма соғыста болған батырлар? Қаракөлмен танылған аға шопан малшылар Москваға жеткен дейді, атағы мен даңқы бар. Ерекше сенің атың да, көп ұлтты халқың да, жер бетінде дара екен, сен деймекен бір тұлға, деп Шымқорғанға арнадым. Аллахыңыздар. Рахмет, бибірлерге керемет әнмен жырға бөліп жатырсыз ғой. Бәрекелді, қошеметті қол соғып қойыңыздар, шапалақтың дауысын шығарып қойыңыздар. Шымқорғаннан шыққан ақын қыз, ару қыз. Әдемі нұртарайдау жүзіңізден, әлемге сыртарайдау сөзіңізден, кешегі фаризаны сағынған соң, Құдайым сізді берген қазағым. Мінекей, бәрекелді, бүгінгі Шымқорғанды әнмен жырға бөлеген, кереметтей қуанышқа кенелген деп Бибігүл ханым мінекей әдемі ән шашумен келді ағайын. Бұл сағыныштан, қадірлі ағайын, шексіз, шетсіз сүйген жүректен ғана туады ағайын бұндай өлең. Қошеметтеп қойыңыздар. Мінекей ақылшы. Мінекей тұлғасы Алатаудың бөктеріндей, көңілі оңтүстіктің көктеміндей. Тұрысына қарасаң, баяғының баймана бектеріндей деп тілек қойыңыздар. Рахмет Дәулет. Рахмет осындай жақсы сөзге отыр. Менен жаңа менің сөйлегенім, бәрі отырған бәрі класстас сыныптастарымыз. Бұл жерден ағылас, бұғылас, орыстас бөлінген емес, бірақ ретіме етмеге отыр. Менен жаңа бір класстың түлектері. Мен сөйлейді отқан жоқ, осы бір класста кім сөйлейтіндерін мен реттеп отқан жағдай бұл жерде. Мына жерден барлықтарымыз бір-бірімізге абзалымыз, қымбатпыз. Бірақ айналып келгенде Шымкентскийлер ветеранскілерден қараған десең, бұрақты. Біз өкпелемейміз. Жоқ, осы деймін. Енді, құрметті сыныптастар, мына Құдайға шүкір бұл құдалық той емес, үйлі той емес, той біздікі. Неде сөйлесіңдер, қалай сөйлесіңдер, Тамада мырза кешірім сұрайды. Мына ұзақтан келген кісілер бар. Мына Рахмет, міне ұзақтан, алыстан ат терлетіп келген. Қуаныш мырзаға бер деп жатыр ағайын. Мен Қуанышқа берейін. Міне қадірлі ағайын, мен Қуанышқа бұл өзі жақсы адамның аты қыдан басталады дейді ағайын. Жақсы адамның аты қыдан басталады дейді. Мен оның бір дәлелін айтып берейін, дәлел келтіріп ағайын. Міне Шамшықадаяқ ағамызды білмейтін азамат жоқ, Иісі Қазаққа белгілі азамат ағайын. Шамшықадаяқ ағамыз бірде осындай бір қуаныш үстінде отырып, мен депті, қарбын жақсы көремін депті. Сонда қасында отырған жігіттердің бір күлген ғой. О, Шаке, қалдайық болған соң қарбын жақсы көретін болдыңыз ғой деп сөзін бөле бастаған екен. Сонда бауырым сөзі бөлмей тыңда депті. Мен депті, бекерден бекер қарбын жақсы көрмеймін. Мына 18 мың ғаламды 6 күнде жаратқан Аллах Тағалам Құдай болатын болса, оның өзі қарбынан басталмай ма? Оның бір артын алып бастасақ, 1000 жылдық Құда деген шықпай ма? Сол үшін жақсы көремін депті. 4 пайғамбарымызға 4 кітап түскен, Аллах Тағалам соның ең қасиетті Құран кітабының өзі қыдан басталады. Пайғамбарымыз жатқан Қағбаның өзі қыдан басталады. Алаштың басын қосқан ұлтымыз қазақ, оңнан солға қарай оқысаң да қазақ болып оқылады деген, солдан оңға қарай оқысаң да қазақ болып оқылады деген. Қымен басталып, қымен аяқталмай ма деген ағайын. Қазақтың дархан даласында небір шешен, небір билер өткен, қаз дауысты Қазыбекпен қара шаштай анамыз өткен, қыдан басталатын қобыландыдай батырын, қойдың дағы құлыншақтай қатының өзі қыдан басталады деп жіберген екен ағайын. Мына қазақтың ұлттық тағамында қамырауға одағыдан басталады, қуырдағын одағыдан басталады ағайын. Мына кеңес одағының адырауына себеп болған желтоқсан көтерілісінің бас қаһарманы
Сайдар Рысқұлбек ағаның атындағы басталады. Қазақтың ең жаман әншісі Қалдаяқ Медірдан басталады деп жіберген екен ғой ағай. Мен енді шамшыға қосарым, біз Қазақстан деген елміз танатын кең жайдан. Сол елді мекен ететін орта жүзге басталатын Қоңырат деген ел бар. Сол Қоңырат елінің белгілі беделді азаматы Қуаныш Бұлдақтан басталады деген ғой ағай. Жақсы ашмырзадан бір жақсы ниеттің қайғағай. Ассалаумағалейкум көпшілікті ағай. Бәріміздің тойымыз, 30 жылдығымыз құтты болсын бәріміздің. Мына жерде қазіргі кезімде 30 жыл өткеннен кейін көпшілігі біз жағынан не дейді орысша поэт дейді ма, поэт болыпты, ақын болып жатыр екен қазақшасы. Бір қыздарымыз өздері ішінен баяғы түйіліп төменде тұрған заттарын уже сыртқа шығаратын болыпты. 30 жылда көп өзгеріс болыпты. Мынау балдарымызға, қыздарымызға қарасам, барлығы ашылып, 30 жылда күннен күнге жақсарып, әдемі болып, бір өз-өздеріне деген сенім деген өте артыпты. Сенімді болып бір-біріне. Баяғыда ұялып жүретін қыздарымыз қазір ашылып, балдарымыз күштеріне кіріп, сетіп жүрген мынау көпшілігіне мына айтарым, барлығын осы 30 жылдыққа келгенін құтты болсын. Бәрімізге осы тойымыз құтты болсын. Мына бірінші айтатыным мынау Өшірдегі, Шымкенттегі, Жетісайдағы ұйымдастырып жүрген жігіттер, қыздарға сендерге көп рахмет. Мен өзім айтып едім, несі бар, ана тойда кездесіп жатырмыз, қыздарымды ұзатып жатсыңдар, үйлендіріп жатсыңдар, не қыламыз 30 жылдықты деп. Бірақ оғым дұрыс емес екен, оны мойындап тұрмын да мен қазір. Барлығыңа тойларың құтты болсын, тойларың тойға ұласын. Әрдайым өздеріміздің, бір-біріміздің қуанышымызды бөлісіп, сіз бізде жүрейік. Сол үшін бізде Рахмет мына әрекетте қуанышымызды. Ал мен керемет тілекті бір тізгіндеп Жүсіп ағама берейін. Жүсіп ағам мінекей осы 10 жылдықтарымызды басқарған асаба екен кезінде ағайын. Солай ма? Естеріңізде бар ма? Барларыңыз бір шабылақтың дауыс шығарып қойыңыздаршы. Бұл ел бастағанды көсем дейді, сөз бастағанды шешем дейді ағайын. Сол елді басқарып, мінекей керемет қуанышқа кенелдірген екен ағайын. Мінекей қадірлі ағайын қуанышқа бір сөздің кезегін берейін. Мінекей Жүсіп ағам осы 71-дің көсемі маңдайының бағы 5 еді. Алашым аман тұрғанда абыройы өседі. Жүсіп деген атының өзі қара жерді тез еді. Рахмет. Рас осындай жағдай болған, осы 10 жылдық кездесуімізді мен өзім басқарған. Сол кезде маған қойылмаған марқұм бір замещение берген айтты. Жүсіп сен енді біздер анау мектепте бесік бастырып жүргенбіз ғой, тастайын отырып басқара бересің ғой енді. Өзі сөйтіп маған замещение берді қойылған марқұм аға көкем. Жүсіп тойды тамала деген тұрып басқарады ғой деген айтты. Енді бүгін құда қаласа мынау Дәулет бауырымыз мына есіме салып жатыр енді. Сол кезде мынау бір оқиға есіме түскен еді. Ол оқиғаны айтылғанда мен Гүлзира біледі оны. 35 жыл болған ол әңгіменің айтылғанда. Ұлжал Ғасапай айтып еді, мен бәріңе тілек айтпайын, бір болған оқиғаны айтып берейін деп жатырмын. 35 жыл болған бұл әңгіменің айтылғанда. Орыстың сабағы болды. Орыстың сабағында енді біз қақылдады орысшаны білмейміз ғой, маған 3 қойғанда. 3 қойып, соның бағаны журналға қойды өтіп кеткен. Ертең 2 күннен кейін бе, 3 күннен кейін бе сабақ болады. Жүсіп саған кеше баға қойып қой, еш қойдым деді да. Мен 3 қойғанын білем, енді оны апай білмеймін, хорошо демейміз ғой дедім да. Сол айтпақшы, сол оқиғалар қазір есіме түсіп жатыр. Бүгін бәріңді, мынау қоймай көкем айтпақшы, бәріңді құшақтағым келіп жатыр. Сөйтіп айтады, қоймай сөйтіп айтып. Бәріңді құшақтағым келіп жатыр. Бақытты болыңыздар. Бір-бірімізді кластасымыз, келешекте құда қаласа бір-бірімізбен құда болайық. Құдамен болайық. Мынау ұзақтан атшапты үлкен күйеу отыр келіп жатыр. Бәріңізге құрмет, іздер. Құда қаласа сіздер біздерді сыйлап келіп жатсыздар, сіздерді құда қаласа. Мынау іздер құрмет найза байламайды дейді ғой, бәріңізге рахмет. Той көріңіздер, той-тойға жоласын. Рахмет. Рахмет, бәрекелді мінекей. Тамырынан тарап, терең қозғап, мінекей керемет, мінекей тілеген ниетін білдіріп өтті ғой. Ал енді қадірлі ағайын, мен енді сөздің төресін арнайы мінекей Батан ағама берейін деп отырмын енді. Сонау
Көкшетаудың төрінен талай серлердің, талай ақындардың елінен келіп отыр ағай. 80 күн Көкшетаудың саясында, арқайсы алтын келсе аясында. Ауасы дертке дауа жұпар иісі, көкірек қанша жұтсаң тоясың ба деп, сонау Көкшетау елді мекенінен арнайы Батан мырза келіп отыр. Бір қошематты не дейміз? Құрметті құрдастар, кластастар, бүгінгі тойымыз құтты бола берсін. Бүгінгі тойларымыз құтты бола берсін. Мынау өзі негізі сөзге жоқ адамыз. Кластастар. Siz bizlerimiz acıramasın. Bärimizde osonday kuvанычlı toylar bolsun. Sonra ne diyeyimiz ya başka? Sağ olsun. Osonday kuvанычlı gezesi vereyim. Күлетін жері қай жер екен деп тұрады көз ақыр күндірді. Баяғыда өзі бұл. Осында кейін қадірлі ағайындар осы Батанның әулеті, Батан ағамыздың әулетін көрсе күле беретіндер қой. Бір ауыз сөзің өзі күлкіледі ағай. Ал енді қадірлі меймандар, жақсы бүгінгі керемет тілекті бір тізгіндейін деп отырмыз. Сонау қадірлі ағайын керемет елден, керемет жұрттан, керемет Петропавл елді мекенінен Айсұлу ханым қайда екен бір көрініп қойыңызшы мінекей. Ей бәрекелді. Солтүстікте сен сұлу, оңтүстікте мен сұлу болып отыр ғой. Петропавлда Айсұлу. Ал деді. Не дейміз сөзге кетеміз деді ғой. Қандай классыстар ма? Түн бойы ұйықтағандай болған жұмыс. Орташа мен ұйықтағам. Бәріңізге бақыт тілеймін. Тек жақсы күндерде деніңіз сау болсын. Бірінші байлығы денсаулық дейді, денсаулық болса барлығы болады. Шынын айтсам, как будто мектепте отырғандай класстастарымды көрдім. Бәріңе рахмет, мыңда бір. Бақытты ғұмыр тілеймін. Рахмет енді мына тілек ниетті. Қыздар қосыламыз ба, қалған меймандар қалай өзі? Қосыламыз ба? Мен енді 90 ауыз сөзді толықтап түйіндеу үшін Айдарға берейін, Айдар ағамызға. Баян айтсын ба? Баяннан кейін Айдар айтады. Сонда қатар тұрғандар. Ал қадірлі меймандар, енді бір тілектің тізгінін арнайы қадірлі меймандар жаяулаудан жатып қарайтындай, аттадан түсіп қарайтындай көрікті Баян ханымға, Баян ханымыз келіпті деп керемет тілекті Баян ханымнан тыңдайық. Бір қошеметтер қойыңыздар. Құрметті сыныптастар, барлықтарыңызды көріп, бүгін қуанып отырмын. Қуанышымда шек жоқ. Енді ішінде келмей қалғандар да бар екен. 30 жыл бойы көрмегендер класстастар бар екен. Соларды көріп, кішкене танымай да қалып жатырмыз, танып та жатырмыз біреулерін, ұқсатып әйтеуір шығамытып. Барлықтарыңызға қуаныштымын. Тойларымыз құтты болсын. Барлықтардың тойымыз құтты болсын. Барлықтарымыздың үйімізде тойлар болсын. Тек жақсы күндер көп болсын. Ал қадірлі меймандар енді сөздің төресі дейміз ғой. Нағыз сөздің төресімен Айдар мырзаға осындай деп отырмағай. Енді бұл қадірлі ағайын, бұл мереке, бұл 30 жылдық кездесу деген өзінен өзі бола бермейді ғой. Осы керемет кездесу кешінің ұйымдастырушыларының бір ретінде бір тілекті тізгінін Айдар мырзаға осындай деп отыр. Мінекей қадірлі ағайын, осы қуанышқа 1,5 айдан бері байланысып жүрміз енді. Күніге хабарласамыз ағайын. Күніге хабарласып, жақсының
жақсылығын айт, нұр тасын дейді ғой, осындайда айтайық қадірлағайын. Мен керемет тізгіндейін деп отырмыз. Сөздің төресін қадірлағайын. Жүрсе жүрісі жарасатын, сөйлесі жарасатын, абыройы асқан, мәртебесі тасыған, қуанышқа бүгінгі кенеліп отырған Айдарымызға сөзін кезек берейін. Қадірлағайын, айта берсек мынандай сөз көп ағайын, ерішті мұрандай сөз бар екен. Жақсы жігіт дейді, жақсы жігіт елдің басын қосады дейді. Жаман жігіт ағасының жолын тосады дейді ағайын. Бүгін осы елдің басын қосылуына үлкен септігін тигізіп жүрген Айдар мырзаға бір қошеметтеп қойыңыздар. Мен Тамаданың сөзіне қосылайын деп едім, мен айтып кеттім де негізі. Мынау бүгінгі жаңағы мынау кездесуді ұйымдастырып отқан Айдар, Нұржан, басқа Гүлбахрам, барша осы класстастарыма үлкен алғысымды айтамын. Рахмет сіздерге. Осындай бәріміздің басымызды қосып, қызықты өткізіп жатқан. Рахмет, өркендеріңіз. Рахмет. Не дейміз, Тамада рахмет, құрметті класстастар, жора жолдастар, класстас қыздардың жолдастары, күйеу балдар, жол өзіміздің жолдастарымыз. Бүгін біздің Шымболған Сақмоздың 3-ші мектебінің 88 жылдық бітірген түлектерінің бүгін 30 жылдық тойы өтіп отыр. Жалпы барлығымызға ортақ той. Құда қаласа осы тойды кездесуді әдемілеп тамашалап бір өткізіп, жақсысын асырып, жаманын жасырып, бәріміз бір жағадан бас шығып, Құда қаласа осы отырысты кездесуімізді жақсы бір тамашаға ақырына шейін өткізейік. Бәріңізге рахмет. Бұл жерде 5-6 жігіттермен бәрі көпшіліктің арқасында бұл той. Осы көпшілік осы толтырып отқанның арқасында осындай керемет кездесуіміз өтіп жатыр. Бәрімізді ертең Бүркөкке, Армантау саябағына бәрімізді ертең табиғат аясына демалысқа шақырамыз. Бәріміз өтесіздер, Құда қаласа осындай керемет кездесуді Құда қаласа бәріміз атсалысып өткізейік. Бәріміз бақытты болыңыздар, тойда жақсылықта кездесейік. Рахмет. Рахмет, бәрекелді. Тілек қаған мейман қосып алдым шығар, енді өкпе жоқ шығар. Бәрекелді, тілектеріңіз қабыл болсын. Мына қадірлі меймандар, мына Құдай қаласа мына Шымқорғанның жігіттері күндей болады. Шымқорғанның қыздары айдай болады. Баршасы шекер қосқан шайдай болады. Арайламатқан таңдай болады. Сіздердей сыныптастары барда жағдайлары мынандай болады. Арайламатқан таңдай болады. Нәуесіге балдай болады. Ал енді ортаға шығып билесе қандай болады? Зор бола ма?